Қадірлі көрермен, студиямызға арнайы қонағымыз келіп тұр. Қазақстан Республикасы президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының хатшысы Әсел Назарбетова. Қайырлы күн, Әсел ханым. Саламатсыз. Әсел ханым, жаңа ғана маған редакторларымыз соңғы мәліметтерді айтып жатыр. Жалпы халық санының 58% жуығы дауыс беріп үлгерген екен. Бұл референдумдағы белсенділік туралы айта кетсеңіз халықтың. Енді бұл референдум ол өте маңызды саяси оқиға еліміздегі. Қазіргі осы соңғы ақпарат бойыншағы референдумға келген халықтың саны бұл референдумның жалпы өтті дегеннің белгісі. Енді келесі мәселе бұл қаншалықты халық осы референдумдағы өзгерістерін қабылдануға өздерінің оң пікірлерін білдіргендігі. Жалпы референдум болды. Енді бұл референдумдағы белсенділікті байқап отырмыз. Жаңа өздеріңіздің де хабарларды көрсетіп жатсыздар. Әрбір өңірдегі белсенділік. Мен өз тәжірибемді айтатын болсам, өзімнің осы Нұр-Сұлтан қаласындағы 346 учаскеге барған кезде мен көп уақыттан бері көрмеген жағдайды байқадым. Яғни ұзын сонар кезекте тұрған халықтың дауыс беруге. Бұл дегеніміз еліміздің халқы бүгінгі таңдағы маңызды оқиғаға өте үлкен жауапкершілікпен келгендігі, яғни олардың болашағына деген үмітінің зор екендігін көрсетеді. Соны сездім дейсіз ғой. Қарттар да, жастар да барлығы бір кісідей атсалысып жатыр референдумның өтуіне. Жалпы мықты азаматтық қоғамның қалыптасуына осындай референдум секілді шаралардың маңызы қандай? Қысқаша жауап берсеңіз, Әсел ханым. Маңызы бұл әрине мемлекеттегі алға жылжу үшін, мемлекеттегі дамулар болу үшін, жаңа қадамдар жасау үшін мемлекеттің ең басты заңы, яғни ата заңға өзгерістер енгізу қажет. Сол арқылы басқа да заңдық тұрғыдан қалыптасады мемлекеттегі барлық бағыттағы жұмыстар. Сондықтан да референдум, яғни ата заңға өзгеріс енгізуге байланысты референдум ол маңызды шара болып есептеледі мемлекеттегі, және ең басты шара болып есептеледі. Әсел ханым, жаңа тікелей эфирге орталық сайлау комиссиясынан шыққан әріптестерімнің мәліметі бойынша Алматы қаласы әлі белсенділігі төмен. Бұған байланысты не айтасыз? Мына бізді көріп отырған көрерменді жалпы дауыс беруге шақырсаңыз өзіңіз. Енді Қазақстанның қалыптасқаннан бергі әр таңдағы осы саяси дамуына көз жүгіртетін болсақ, жалпы сайлауларда ең төмен белсенділік осы Алматы қаласында. Бұл ол қалыптасқан жағдай, оған саясаттанушылар да, оған сарапшылар да барлығы өздерінің пікірлерін білдірген. Бұл енді сол Алматы қаласының ерекшелігі, және де мүмкін бұл әлде оны толыққанды зерттеуді қажет ететін процесс шығар саяси. Неліктен Алматы қаласында сондай әр сайлауда сондай көрсеткіштер қалыпты. Яғни жаңа Қазақстанда жаңа Алматы болып өзгеретін шығар дейсіз ғой, болашақта бұл сандар. Енді бір жағынан бұл сол қаланың саяси белсенділігінің жоғарғы екенінің де белгісі, және де ол әр мәселеге сондай байыппен қарайтын қала, енді мүмкін саяси сауаты жоғары қала болғаннан кейін сондай көрсеткіштер болуы мүмкін. Жақсы. Рахмет жауабыңызға. Уақыт тауып студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет.